Жетіл негіз жақсы кенес айттың сенше. Так, мен онда кеттім ал. Ауылға бас көз болып қойындар жетілдер. Так, үйіме кірейін. Ойбай, осы жерін жөндеу керек еді үйіне. Ато, так, ауылға жетілдер бас көз болатын шығар. Так, мен деген саяхат емес. Так, немді алып алайын, курткиларымды алып алайын, телефонымды алып алайын. Так, маған заттарымызды салайын, заттарымды. Так, кирка керек қой енді мына сумкаға. Так, мен қазір мына жетілден кирка сұрақ қайтайыншы. Жетіл, рахмет, мына үйде жоқ екен, сенің бергеніне от души рахмет. От душиға мен алмасай қарған игілігіне жарат. Мен саяхаттан келгеннен кейін айтасың ғой не қызық болған, Ой, айтамын ғой от душинан. Смело айтып берем, давай. Так, мынаны сындырып алайын. Опана. Так, звондап жатыр ғой. Алло. Не бұл, қашан видео шығады? Шығарсай видео. Скоро шығады видео. Давай. Так, подписчиктер видео шығар дейді. Так, үйдің ештеңке ұмытқан жоқпын. Так, тағы біреу звондап жатыр. Видео қашан шығады? Шығарсың? 3 күн болды видео шықпағанына. 3 күн? Скоро шығады видео. 3 күн болды видео шықпағанына. Не дейді құрсын? Так, мейлі. Так, біз саяхатқа шығып барадық. Тағы звондап жатыр. Тағы да неизвестный. Алло. Не бұл? Видео қашан шығады? Шығарсай? Күтіп жүр қой сен, видео қызық қой. Видео дейсіңдер ма сендер? Скоро қазір шығарам мен. Так, мыналар видео деп қоймады ғой. Так, оны видео шығарып тастайын, мен кеттім ал. Саяхатымыз болды, бітті осымен. Так, телефонды алып алайын. Так, мен офисім ана жақта ғой. Так, видео шығарып тастайық ал. Баршалықтарына сәлем, сіздермен бірге бүгін мен Нембо. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен видеоның подписчиктер звондап видео шығаршы дейді. 3 күн болды дейді. Давайте ендеше видео шығарып тастайық достар. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз видео шығарайық. Бүгінгі видеода мен қалай превью жасау керектігін үйрететін боламын. Лайктарыңызды басып арнаға жазылыңыздар. Біз бастаймыз ендеше. Ол үшін сендерге Pixel Lab программасы керек болады. Бұл Pixel Lab программасы арқылы сендер өздерінің превьюларына текст істейтін боласыңдар. Менде PLP тексттер бар, ары қарай көре берсеңіздер болады. Тексттарын істеп біткеннен кейін сохранить етесіңдер да келесі программаға көшесіңдер. Келесі программа PSTouch. Бұл программада өздерінің превьюларында істейтін боласыңдар. Қазір көрсетемін, артынша қайталайсыңдар. Так, біздерге ары қарай фондар тауып алайық. Қазір фондар, қандай фон алсақ болады бізге. Так, мен қазір фон тауып алайын. Так, мінеки фон таптым. Енді осының жан-жағына біздерде деген мынандай освещение емес, енді осындай бірден қосып қоямыз. Превьюларына әдемі беріп тұрады. Ары қарай музыкамен жылдамырақ көре берсеңіздер болады. Кстати, настройкада тұрған скорость возрождения 0,125-ге қойсаңыздар болады. Видео жылдам болып отса, ал кеттік. Так, мен мынаны өзім қосымша қосып жатырмын. Мен өзіме превью істеп жатқандықтан сіздер бұндай қоспасаңыздар болады, ал ары қарай көре беріңіздер. Неке осылай превьюіміз дайын болды. Сіздерге видеоны лайктарыңызды басып арнаға жазылыңыздар. Ал давайте.